Сәлем бердік. Біз қазір TreeHackMe сайтындағы Lazy Admin бөлмесін қалай өтуге болатынын қарастырамыз. Мен деген бөлмеге қосылдым, IP адресті алдын ала алдым. Сол IP адрес бойынша осында сайт болып тұр. Осы сайтта бір жасырын папкалар іздеу үшін біз деген GoBuster утилитасын қолданамыз. Алдын ала жасалынған сөздік қорын пайдаланып, URL адресін енгізіп, біз деген жазықша атты параметрі арқылы бір уақытта 50 сұраныс жасап сканерлеуді жылдамдатамыз. Мінекей бізде бір жасырын папка табылды. Соны қазір қараймыз. Мына жерде бізде SMS-тің қандай түрі екенін біліп жатырмыз. Осы бетте Sweeterize. Сосын бар бұл сайт әлі тоқтай жасалынған жоқ. Осы бетте бір қызық ақпарат бар ма жоқ па, соны да тексеріп қарайық. Сол GoBuster арқылы. Мына жерде бір қызық ақпарат жазылып тұр. Болса сайт жабылып тұр. Бұның қайтып қостырту үшін біз деген осы басқару тақтасынан жалпы жақта осы веб парақтың баптауысынан сайт close жақта галочканы өшіреміз керекпіз. Мына жерде тағы да біраз папкалар табылды, соларды қарай қал. Мұнда деректер бар. Мұнда SQL деректер қорындағы папкасы бар екен. Соны көшіріп алайық, сол жақта бізге керек құпиясыз болуы мүмкін. Мұнда 79-ші жолда өте көп ақпарат енгізілген. Және мінекей мына жақта пайдаланушының аты менеджер және де құпиясыз хэштелген түрі. Біз деген осы хэштелген түрін бізге керек құпиясызды алу үшін CrackStation сайтын қолданамыз. Капча. Неке біз мына жердегі құпиясыз паспорт 1 2 3 оңай екен. Мен деген GoBuster'ды тоқтатып қойдым, деген бұл бізге енді керек емес. Біз деген құпиясыз бен пайдаланушының атын енгізуге арналған тақтайды көріп тұрмыз. Неке біз деген тоқтай қалдық. Енді осы сайттың ішіндегі папкалар соны қарау үшін біз деген реверс шел жасаймыз. Ол үшін алдымен біз деген қазір PHP арқылы қарастырамыз. Ол үшін алдымен сайтты қосу керек. Және де осы сайт арқылы біз реверс шелге арналған керек команданы қазір аламыз. Ол үшін алдымен порт және де IP адрес енгізуіміз керекпіз. Оған дейін тыңдай беремін. Pentest Monkey. Мына жақтағы әдіс арқылы PHP кодын енгізейік.
және команданы орнамастан бұрын неткет арқылы тыңдап алуымыз керекпіз. Және сол неткеттің нәтижесін қалырақ болу үшін rlvrap утилитасын қолданамыз. Порт 1, 2, 3, 4 болсын. Берілген сайтқа кіріп, болды біз деген системадамыз. Мына жақта ттай табылған жоқ деп жазылып тұр, сол үшін біз деген ттдайды Python кодты арқылы шығарамыз. Өзіміздің ыңғайымыз үшін. Ам деген болды. Енді қазір бізге керек пайдаланушының флагын іздейік. Ол home директориясында user.txt таптық бізге керек. Енді соны қазір ашамыз. Оқып. Бірінші флагты алдық. Тексереміз. Дұрыс. Енді root флагын тауып алайық. Бірақ біз root флагын оқу үшін бізге сол командасы керек. Біз сол жақтан қандай команданы орындалатынымызды көрсек, осы home директорияда осы backup файлы орындалады екен. Сол деген не істейтін, ішінде не бар екенін қазір ашып қараймыз. Сол жақта осы файлдың ішіндегі бір команда орындалады. Соны ашып оқиық. Мұнда reverse shell болып тұр. Біз оны қазірді орындаламыз, бірақ деген бұл жақта біздің IP адресіміз енгізілген жоқ. Басқа болады. Соны өзгерту үшін біз осы файлдың ішінде осы copy.sh файлындағы мәліметті өзгерту үшін echo командасын пайдаланамыз. Барлығы дұрыс. Енді осының нәтижесін мына copy.sh файлына сақтайық. Неге болды? Енді қазір сол дұрыс енгізілмей қарайық, тексерейік. Дұрыс енгізілді. Ендеше суdo командасын орындайық. Біз деген осы толық жолын орындатуымыз керек. Әйтпесе егер орындамасақ, онда бізден құпиясы ұстайды. Бізде құпиясы болмағандықтан осылай шығармастан бұрын бізге неткет арқылы бағанағыдай
қарап утилитет арқылы нәтижесі дұрыс шығу үшін прослушиватель қоюымыз керек. Біз бағанағыдай портпен мінекей. Біз деген урут аты арқылы кірдік. Біз тексеру үшін whoami командасын енгізіп тексереміз. Енді root флагын іздейміз. Ол үшін root директориясын ашып, сол жақта болып тұр, соны енді оқу керек болды. Осылайша біз деген root-тың флагын тауып, lazy admin аяқтаймыз. Осымен болды. Көргеніңізге рахмет, сау болыңыздар.